Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жас дос, сен бұл әдебиеттік оқу кітабынан көркем сөз өнерін, сөйлеу мәдениетін үйренесің. Ең бастысы, халық ауыз әдебиет үлгілері мен көркем әдеби шығармаларды оқып талдау арқылы қазақ тілінің бай мұрасымен танысып, қазақтың ұлттық мәдениетінен мәлімет аласың. Қызықты әңгімелер, ертегілер, өлеңдер оқып, шешендік сөздер мен нақыл сөздерді, мақал-мәтелдерді, өлеңдерді жаттайсың. Әдебиеттік оқу пәні жанды табиғат, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен, уақыт, сәулет өнері бөлімдерін қамтиды. Ендеше, жанды табиғат бөлімінің алғашқы оқуға шақыру тақырыбын бастай қояйық. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қолдануға, бағалауға негізделген сұрақтар қою және оларға жауап беру. Оқушылар, қазір сіздер Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру өлеңін мұқият тыңдай қойыңыздар. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамда, ұшқан құста, жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңызда жүр жүгін сүйреп, барады араларда ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман, оянып жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ дауысы, сайраға сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр, тоғайда орақ дауысы шаң-шұң ұрған. Аллалап ал кітапты қолдарыңа, қолдарын құдай сүймес жалқау болған. Ахмет Байтұрсынұлы. Шығарманың авторы Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білеміз? Ендеше, шығарма авторына қатысты сұрақтар құрастырып көрейік. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Қазір оқушылар сіздер өздеріңіз тыңдаған өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып үйренесіздер. Балалар, тәуліктің қай мезгілінде оқуға барды? Нелер жұмыссыз жүрген жоқ? Кішкене қоңызбен аралар қандай жұмыс істеп жүр? Даналық дегеніміз не? Даналыққа бастайтын қандай жол? Адамдар не үшін оқып білім алуы керек? Енді осы мәтін бойынша, өлең бойынша сіздер қандай сұрақтар қояр едіңіздер? Мен сіздердің сұрақтарыңызды күтемін. Сонымен оқушылар, даналық, оқу, іздену, үйрену дегенді қалай түсіндіңіздер? Оқушылар, сіздер үйден Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру өлеңін мәнерлеп оқып, оқу білімге қатысты мақал-мәтелдер жаттаңыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.